1986 жылы 16 желтоқсан күні бір топ қыздар бөлмеде отыр едік. Жұмашев Арман деген жігіт келіп, естідіңдер ме? Қонаевты орнынан алып тастапты. Жоғарғы курстың жігіттері жатақхананың бөлмелерін аралап, алаңға шығуға үгіттеп жүр деді. Ертеңінде, яғни желтоқсанның 17-сі күні, таңғы сағат 8-де бәріміз жатақхананың алдына жиналдық. Қасымда курстасым, әрі бір бөлмеде тұратын құрбым Сәуле Ешенқұлова бар еді. Содан бас аяғымыз түгелденгеннен кейін еш жаққа қайырылмастан алаңға тарттық. Шыны керек, сол кезде пленумның әділетсіз шешіміне табиғат та қарсы болды. Күн ерекше суық еді. Өршелене соққан суық жел өңменіңнен өтетін. Маңдай мен табанымыздан өткен суық бізді одан сайын өршелендіре түскендей болды. Содан түнгі сағат 10-ның шамасында жастарға қарай жасақшылар лап қойып, дубинкаларымен аямай ұрып соға бастады. Қыздарды шаштарынан сүйреп, қатар-қатар тізулі тұрған үлкен сары автобустарға тией бастады. Біздер Фурманов көшесіне қарай шегіндік. Кері лықсығанда біраз қыздар аяқ астында тапталып қалғанын көзім көрді. Жасақшылар қолға түскен жастарды аямады. 17 желтоқсан күні аман-есен жатақханаға жеттім. Сол күннің өзінде-ақ көптеген қыздарға суық тиіп, қызуы көтеріліп, жедел жәрдем шақыруға мәжбүр болды. Басымыз қайта қосылғаннан кейін іс-әрекетіміздің дұрыс-бұрыстығын біраз уақытқа дейін талқыладық. Ертеңінде жатақхананың коменданты бірде-бір студентті сыртқа шығармауға тырысты. Бұдан кейін Сәуле екеуміз бірінші қабаттағы терезеден секіріп түсіп, алаңға келдік. 18 желтоқсан күні алаңдағы көріністі тілмен айтып жеткізу тіпті де мүмкін емес еді. Жоғарғы оқу орындарындағы және зауыт фабрикалардағы жұмыс істейтін жастардың бәрі жиылған. Сол күні кешке қазіргі тәуелсіздік монументі тұрған жерде жасақшылар бір қызды шырқыратып ұрып жатыр екен. Әлгілерге қызды босатуын талап етіп ұрсып едім. Қайдан келгенін білмеймін. 4-5 милиция Сәуле екеумізді қуа жөнелді. Мені қуып жеткен соң ұрып соғуға автобус әкеліп қамады. Автобустың іші таяққа жығылған жастарға толы екен. Ондағы жастардың көбі Женпеда оқитын қыздар еді. Арамызда таяқтан бет-жүзі адам танымастай өзгеріп кеткен бір жігіт болды. Оның көзі шығып кеткен еді. Содан бізді 7 түнді шамалған жақтағы жүгер егетін алқапқа апарып тастады. Күн суық, бәріміз оңбай таяқ жегенбіз. Жол бойымен қалаға қарай жүгіріп отырдық. Ешқандай машина тоқтамайды. Зорыққандардың аузынан ақ көбік ағып кетеді. Әйтеуір таң ата жатақханаға жетіп жығылдым. Суық қатты өтіп кеткен екен. 1 ай ауруханада жаттым. Соның салдарынан қазір бала көтере алмай қалдым. Мұның бәрі суықтың кесірі екенін дәрігерлер айтты. Сақылдаған сарыаязда айдалаға апарып тастаған қыздардың бәрі ана болу қабілетінен айырылғанын білемін. Бұл желтоқсанның үлкен қасіреті еді.